Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді, үлпілдек аузда еритін балды торт пісіреміз. Алдымен ыдысымызға балды, үстінен сары майымызды қосып, отқа қойып ерітеміз. Толық еріген соң, 1 шай қасықта сода қосамыз. Ол осылай көпіреді. Жаймен сары түске кіре бастайды. Мінекей осылай карамельный түске кірді. Оттан алып, суытуға қоямыз. Енді бір ыдысымызға жұмыртқаларымызды шағып, үстінен шым-шым тұз қосып, көпіргенше миксерлейміз. Аз-аздан қантымызды қосамыз. Енді шамалы суыған балды массамызды аз-аздан құйып миксерлейміз. Осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді венчикпенен аз-аздан ұнды қосып, жаймен араластырамыз. Қатты араластырмаңыздар, қамырымыз отырып қалуы мүмкін. Қамырымыз дайын. Пергамент төселген листқа қамырымызды салып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 12-15 минут пісіреміз. Мінекей қамырымыз дайын, өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Осылай зубочисткамен тексеруге болады. Енді кремін жасаймыз. Қаймаққа сгущенканы қосып, миксерлейміз. Крем дайын болғанда, өзінен осылай із қалдыра бастайды. Мінекей креміміз дайын. Енді оны біраз холодильникке қойып қоямыз. Коржымыздың шеттерін тегістеп кесіп аламыз. Ол бізге тортымызды әрлеуге керек болады. Ортасынан 2-ге бөлеміз. Тағы да ортасынан бөліп 4 корж шығарамыз. Шетінен шыққан корждарымызды майдалаймыз. Енді тортымызды жинаймыз. Корждарымызға кремдерді жағып шығамыз. Қалған кремдерді шеттеріне жағып, тегістеп шығамыз. Майдаланған коржды үстінен сеуіп, тортымызды әрлейміз. Тортымыз дайын, холодильникке 1-2 сағатқа салып, содан кейін барып, дәмін көрсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.